Сәлем достар, біздер наггетси жасайтын боламыз. Наггетсиге осындай тауық етінің төс еті қажет болады. Бұлар жұмсақ әрі піскен кезде жақсы болып піседі. Және де панировочный сухарики қажет болады. Біздер наггетси істейміз. Ол наггетси істеу үшін бізге осындай тауықтың төс еті қажет болады. Және де біздер тауықтың етін осылай тураймыз. Достар, біз жаңағы грудинкаларымызды осылай ұзынша етіп турап алдық. Және де біз бұны 12 сағатқа дейін ұстасақ болады. Кемі жарты сағат ұстап, панировочный сухарикиге араластырып, пісіріп ала береміз. Және де біздің наггетсиларымыз неғұрлым көп тұрса, соғұрлым өзінің әдемілігін ұстайды. Және де дәмі де жақсы сіңеді. Біз бұған 3-4 жұмыртқаға тұз дәмдеуіштерімізді қосып, араластырып, осылай наггетсиларымызды, грудинкаларымызды саламыз. Мінекей достар, біздер наггетсиларымызды осылай панировочный сухарикімізге араластырып, барлық жерін мен секілді барлық жерін тегізіп шығасыздар. Және де май жағылған табамызға осылай орналастырамыз. Біздің наггетсиларымыз өте дәмді, жұмсақ әрі тез піседі. 180 градусқа 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, менде бірнеше наггетсилар шықты. Және де бұл мен наггетсилардың жартысын жасап, қалғанын ертең жасаймын. Мен қалған наггетсиларды мұздатқышқа 8-9 сағатқа қойып қоямын. Мінекей достар, біздің наггетсиларымыз дайын болды. Наггетсиларымыз өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Және де бұл менің жолдасыма қатты ұнады. Бұл тағамды енді мен күнделікті жасап тұрамын. Сіздерге де кеңес беремін. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Дәмі өте күшті болған. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.